Баршаңызға сәлем. Қыс мезгіліне лечо салатын дайындаймыз. 5 кг балғын, балғыр бұрышы қажет болады, 500 грамм сарымсақ және 5 кг сырты аршылып ет тартқыштан өткізілген қызанақ қажет болады. 100 грамм шамасына әші бұрышты және 1 кг тәтті бұрышты ет тартқыштан өткізіп аламыз. Укроп қажет болады. Ошақта қазанда істетіп жатырмын. 300 мл өсімдік майын салып, үстінен пиязымызды салып, қызартып қуырып аламыз. Пиязымызды қызартып қуырған соң, үстінен осындай томаттарымызды саламыз, үстінен тәтті бұрышымызды және осындай аздаған әші бұрышымыз өткізілгенді салып, тура 10 минут қайнатамыз. Соусымызды 10 минут шамасына қайнатып алдық және үстінен 5 кг балғын, балғыр бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Тура 20 минут қайнатамыз. Осылай балғар бұрышымызды 20 минут қайнатып алып, үстіне сарымсағымызды саламыз, крышкасын жауып, тура 10 минут қайнатамыз, төмен отта. Сарымсақ салған соң тура 10 минут қайнатып алды, крышкасын ашамыз, тұз қосамыз, 3 ас қасық тұз және 4 ас қасық құмшекер қосамыз. Тұз бен құмшекерімізді қосып алдық және үстінен осындай укропымызды қосамыз. Қалаған зелендеріңізді қоссаңыздар болады, бірақ осы жерде осындай укроп өте орынды болып тұр, өте әдемі дәм беріп тұр. Жақсылап араластырып алып, қақпағын жауып, тура 5 минут дымдаймыз, төмен отта. Укропымызды салған соң тура 5 минут қайнатып алдық. Мінекей осындай қақпағын ашып, ең соңында 1 шай қасық уксус эссенциясын қосамыз, 70%. Сол дәм маған жақсы көрінді. Өздеріңіз қалауларыңызбен қаласаңыздар көптеу қоссаңыздар болады. Мінекей осылай жақсылап араластырып, стерильный банкаларымызға осындай ыстық қайнап тұрған кезінде құйып аламыз. Мінекей осындай тірілеу болу қажет, былжырап кетпеу керек. Өздеріңіз қалауларыңызбен қаласаңыздар ұсақтап турасаңыздар болады. Маған осыны ірілеу етіп тұрғаны өте әдемі, өте дәмді болып тұрады. Осындай ыстық кезінде салатымызды стерильный банкаларымыздың ішіне құйып аламыз. Балғар бұрыштарымызды ішіне осылай нығыздап салып алдық және үстінегі соусыны толтырып, банканы осындай крышкасына дейін толтырып құйып аламыз. Ыстық кезінде жақсылап бұрап жауып тастаймыз, астына резинасын міндетті түрде тексереміз. Осымен қыс мезгілінен жапқан лечо салатымыз дайын, иісі өте тамаша, дәмі өте керемет, толық сенімділікпен айта аламын. Видеом қолдап, лайк басып кетіңіздер, ал арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, сонда жаңа шыққан видеоларды өткізіп алмай көресіздер. Аман сау болыңыздар.